Айша және Айқоян ертегісі. Баяғы бір заманда жұлдыздар жарқырап, аспанның беті айдай сұлу болған кезде Айша есімді кішкентай қыз болатын. Ол әр кеш сайын әдемі ертегілерді тыңдағанды жақсы көретін. Бірақ бір күні әжесі ертегі айтуды ұмытып қалды. Айша ұйықтай алмай терезенің сыртындағы айды тамашалап жата берді. Кенет терезеден бір жарық түсті. Айша терезеге жақындағанда кішкентай ақ қоянды көрді. Оның құлақтарында ай сәулесі жарқырап тұр еді. «Сен кімсің?» деп сұрады Айша. «Мен Айқоянмын», деді қоян күлімсіреп. «Ай патшалығынан келдім. Бүгін сені ертегілер әлеміне апаруға келдім». Айша таңданып тұрды, бірақ қоянның құлағынан шыққан жұмсақ жарық оны тыныштандырды. «Ертегі әлеміне қалай баруға болады?» деп сұрады Айша. «Тек көзіңді жұмып, менің құлағымды ұста», деді Айқоян. Айша көзін жұмды, қоянның құлағынан ұстап, бірақ сәтте олар сиқырлы орманға тап болды. Орманның әр ағашы жарық шашып, құстар әндетіп, гүлдер сөйлеп тұрды. «Мынау қандай ғажап жер!» деп таңырқады Айша. «Бұл армандар мен қиялдардың орманы», деп жауап берді Айқоян. «Мұнда тек сен сияқты жақсылыққа сенетін балалар ғана келе алады». Айша орманның ішінде жүріп, әр түрлі жануарлармен кездесті. Олар Айшаға достық туралы, мейірімділік пен батылдық туралы қызықты оқиғаларды айтты. Әрбір оқиға соңында Айша жүрегінде бір жылулық сезінді. «Рахмет, Айқоян», деді Айша, «орманнан қайтатын уақыт келгенде. Бұл орман менің армандарымның мекені сияқты болды. Әр түнде бұл орманға қайтып келуіңе болады. Тек сен ертегілерге сенсең болғаны», деді Айқоян. Сөйтіп Айша үйіне қайтып келді. Ол терезенің жанына жатып, Айқоян мен сиқырлы орман туралы ойлап, тәтті ұйқыға кетті. Айқоян болса ай сәулесімен бірге аспанға көтеріліп, келесі ертегіге дайындалуға кетті. Ертегі аяқталды, ал кішкентай балалар тәтті ұйқыға кетті. Түсіңде Айқоянды кездестірсең, оны құшақтап сиқырлы орманға бірге саяхатта.